Сәлем сұлулар, бүгінгі кешкі асқа осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Фарш пен баклажаннан жасалынады. Фаршированный баклажаны десе де болады. Енді өте дәмді болып шығады қыздар. Дайындау жолы да оңай. Бұл үшін баклажандарымызды жақсылап жуып, видеодағыдай турап шығамыз. Пергамент қағаз төселген противеньге тізіп, үстінен сұйық май жағамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Баклажандарымызды шала пісіреміз. Жұмсарса болды. Енді тартылған ет пен пиязға аз көк қоссаңыздар болады, өте ерекше дәм береді. Тоз бұрышын салып, бір жұмыртқа қосып, жақсылап осылай қолымызбен араластырамыз. Осындай кішкентай мини котлеттер дайындап аламыз. Артынша қызып тұрған майға осы котлеттерімізді екі жағын аудара отырып, қызартып, қуырып алатын боламыз. Шала пісіреміз, әрине котлеттерімізді де. Енді жаңағы пештен шыққан баклажандарымызды суытып, ортасына жаңағы котлеттерімізді салып, видеодағыдай рулет секілді орап шығамыз. Баклажандарымызға арналған тұздық дайындаймыз. Суға жарты ас қасық томат пастасын қосып араластырып, осы баклажандарымыздың үстінен құйып шығамыз. Әдемілігі үшін үстінен черри қызанақтарын қойсаңыз болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180-200 градуста шамамен 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Осымен кешкі асымыз дайын. Ас болсын.